Баршаңызға сәлем. Мен бүгін мынау пеперомия гүлінің күтімі жайлы айтқым келіп тұр. Бұл пеперомия туполистная деп айтылады сорты. Менде ала жапырақтысы. Негізі жасыл жапырақтысы да болады, тек қана жасыл жапырақтысы. Ал менде кішкене ақ түскен ала жапырақтысы. Бұл гүлдің плюс жағы мен минус жағын айта кетейін. Бірінші жаңағы күтімін айтайын, одан кейін плюс жағын айтайын, сосын соңына дейін тыңдаңыздар видеоны, минус жағын айтып өтем. Бұл гүлдің минус жағы да бар. Бірінші күтімін айта кетейін. Бұл пеперомия туполистная гүлінің күтімі өте оңай. Суды көп құйғанды ұнатпайды. Яғни топырағыңыз 100% толық құрғаған кезде бірақ құясыз. Беткі жағы құрғады, астық жағы дымқылдау деп үстінен құя бермеңіз. Сразу жапырақтарыңыздың үстінде осындай қарадақтар пайда болады. Су көп құйылғаннан осындай қарадақ пайда болады. Ал егер жапырақтың бетінде мынандай қарадақтар тағы пайда болып жатса, ол күннің көзінде қалып кетсе, күнге күйіп қалады. Тіке күннің көзіне астына қоймаймыз. Бір болады ғой, батыс терезе, кешкісін ғана күн түсетін, сондай терезеге қойсаңыздар болады. Болмаса, мынандай азанғы күн түсетін жерге қойсаңыздар да болады. Тіке күннің көзі түсетін терезеден жапырақтарын күйдіріп аласыздар. Так, су жайлы айттым. Жарық жерде тұру керек, сол жайлы айттым. Одан кейін мынау жапырағына су шашып тұрасыздар. Міне, қазір мен кәдімгі суды шашып жатырмын. Үнемі шаша беріңіздер, аямай. Бұл мынау су шашқанды ұнатпайды дейтін гүл емес, су шашқанды жақсы көреді. Немесе мына жапырақтарын қатты болады, пластмасс искусственный сияқты. Соны жақсылап қол жуғышқа, судың астына апарып, душқа апарып жуып алсаңыздар да болады. Ол жақсы көреді ондайды. Сосын жарық жеткіліксіз болса, жаңағы алалығын жоғалтып, жасыл жапырақты болып кетуі де мүмкін. Ол жағдайда бар. Ендігі бұл гүлді плюс жағын айта кетейін. Күтімін айттым, енді плюс жағын айта кетейін. Плюс жағында ең бірінші бір жақсы жері бұл гүлдің мусор тастамайды. Яғни үйіңіздің терезеңіздің алды осылай таза болып тұрады, сүртіп қойсаңыз болды. Себебі кейбір гүлдер калеус гүлі, сосын жаңағы бальзамин гүлі, молочай гүлдері гүлін, жапырағын жиі тастап тұрады ғой. Геран гүлі жапырағын сарғайып тұрады. Солар мусор тастайды ғой, бұдан ешқандай мусор түспейді. Жапырағы прямо искусственный пластмасс сияқты қараңыздар. Жапырағын жапырақ тастағанын көрмеппін. Ары кетсе бір су шөлдеп қалғанда бір-екі жапырақ тастайтын шығар, бірақ менде жапырақ тастап мазалаған емес, мусор тастап. Плюс жері сол. Тап-таза тұрады. Искусственный гүл асырап отырған сияқты ғой. Анда-санда топырақ 100% кепкенде су құйсаңыз болды. Ал енді тағы да плюс жағы, суда көп құймайсыз, күтім талап етпейді сол. Ал енді минус жағын айта кетейін. Минус жағы көп гүлдемейді, редко гүлдейді. Гүлдесе де гүлі әдемі емес, бүйтіп қалған ұзын ақ гүл болады, болды. Сосын тағы да бір минус жағы биіктігі көтерілмейді. Яғни кейбір гүлдерді полға қойғанға биік гүлдерді ұнатады ғой, ондай болмайды. Бұл бүйтіп шырмауық сияқты болып кетеді, немесе осы сантиметрден қатты биіктемейді. Сол минус жері. Енді кейбіреулер осындай гүлді ұнатады, болмаса кесіп формасын шығарып, мен кесіп тұрамын, үш жағынан да формасын бірдей қылып, былай шырмауық болып кетпес үшін, ұзарып кетпес үшін. Солай етіп жасап отырсаңыздар да болады. Сол күтімді талап етпейтін гүлдердің қатарынан өсіруге кеңес берем. Одан кейін мен бұрын орхидея асырағанда, орхидеяға жарық жеткілікті көп керек қой. Соны осы гүлім арқылы қай гүл терезеде жарық қаншалықты жақсы түсетінін осы гүлім арқылы білетін. Себебі
сол терезеге апарып қойсам, бір жақсы түсетін терезеге, мына гүлдің алалығы жақсы жоғарылап шыға бастайды. Сол терезеге жүгіріп барып орхидеямды апарып қоямын, значит осы жерде жарық жақсы түседі деп. Басқа терезеге ауыстырып көрсем, жасыл көп болып, алалығын жоғалтып қалса, значит ол терезеде жарық жеткіліксіз деп осы гүлім арқылы біліп отыратын. Ол терезеден орхидея гүлін алып тастайтын. Осындай негізі мусор тастамайтын таза гүлдердің қатарынан болғандықтан өсіруге кеңес беремін. Негізі бұрыннан келе жатқан гүлдердің бірі